бір күні жаңағы уәдеде тұрудан шығады ғой бұл. Жаңа жас жігітпін, екінші ма, үшінші ма, жаңа әйтеуір бір КАМАЗымды жинап сатып, ақша табамын деп бір КАМАЗды бастадым. Сөйтіп ағамнан ақша алдым. Менде ақша жоқ қой, жас балам ғой. Ол еншінің ішінде бөлек жұмыс істеп көрейін деп, еншіде жүргеннің ішінде солай жұмыс істеп көрдім мен. Ағама пайда келдіремін деп. Сөйтіп бір адамнан қарызға ақша алдым, бір адамнан мініп жүрген машинасын алдым, ағамның. Кейін орнына жақсы машина мінгізем, бұдан жақсысын деп. Сөйтіп жаңағы КАМАЗ сатып алып, соны жақсылап жөндеп, ремонттап, соны сата қалайын деген кезде кризис басталып кетті. КАМАЗдар өтіп кете беретін тұғын. Тура сол кезде сондай болып қалды енді. Бірақ мен анау уәде бергем ғой, ағама, досыма, уақытысында қайтарам. Мен де ұстаным уақытысында қайтару ақшаны. Бол өл тіріл уақытысында ақша қайтару, ақшаны қайтару. Өл тіріл уақытысында ақша қайтару, ақшаны қайтару. Сөйтіп қайтарам деп 20 жасында сол кезде базарға шығардым, машинаны алып шықтым, сөйттім да ешқандай машина өткен жоқ, КАМАЗ өткен жоқ. Мен уайымдап отырмын, ана қарызды қайтаруым керек, не деймін, ағамның алдында не деймін, досымның алдында не деймін деп. Сөйтіп машина ішінде жатсам, жаңа ең соңында қалып, біреулер айналып жүр машинаны. Осы машина ғой, осы ғой дейді. Осы машина ғой, осы ғой дейді. 2008 жылдары сол. Осы ғой дейді бір-біріне жаңағы. Тура осы машина, мынау пердесі қызыл, мынау кабинасы қызыл, арқа жағы жасыл деп суреттеп береді. Осы машина дейді. Не айтып жатыр деп түсінбей жатырмын ғой мен. Сонымен машина сатыла ма деді, есік тұрып. Сатылады қанша? $20,000 дедім. Машина сататын болса түсейші машинадан деді. Ой, алатын адам болса кәнеге деп секіріп түстім машинадан. Сөйтсем, үміт үзіп кеткенсіз ғой? Үміт үзіп жатқан мен. Сөйтсем, жаңағы үлкен кісі, жаңағы жас баласы екен қасында. Қаншаға бересің машинаны деді. $18,000 берем дедім. Мен қарызды құтылсам болды деп тұрмын, жерде табысының керегі жоқ деп. Ағама жақсы машинасын, ана қарызымды қайтарсам болды деп. Сөйтіп ағама Audi S4 әкеп берем деп уәде беріп кеткем сол кезде. 2008 жылдар жақсы машина еді ғой. Сөйтіп бізде Audi S4 бар деді. Машина бар деді. Үстіне жетпей тұрған, жаңа ақшам жетпейді деді. $13,500 ақшамыз бар. Ана $4,500 қалсаң $18,000 болады. Бересің ба машинаңды деді. Қуанып кеттім мен енді. Маған керегі де сол. Машинаңызды әкеліңіз көрейін дедім. Қарасам жақсы машина. Болады дедім. Онда кеттік жүр дейді. Сенбей тұрмын ғой мен. Заклад берсекші шығу үшін дедім. Ол берім әдетті $200 ақша бер. Сөйтіп үйіне барсам, жаңағы келін түсіретін ұқсап, саморын қойып, бауырсақ пісіріп, қонаққа дайындалып отыр екен. Дастархан жайып қойған. Сөйтіп отырсам, шай дайындап, дастархан қонақ келетін сияқты, бір келін түсіріп, болмаса бір құда келетін сияқты дайындалып жатыр да. Машинадан ақшаны берді, қуанып отыр, жаңағы көкемізбен, жеңгеміз, баласы. Соны осы машина ғой деді, жаңағы тағы да келіншегіне. Тура осы машина ғой деді. Мүмкін мен аға дедім, бұл машина ол кезде не жоқ қой, жаңағы колеса деген жоқ. Қайдан көрдіңіздер бұл машинаны дедім. Сөйтіп інім деді, бұны біз түнгі сағат 4-те түсімде көрдім деді. Түнгі сағат 4-те түсімде көрдім деді. Жеңгеміз айтады, ағаң түнгі сағат 4-те тұрып, осында КАМАЗ алып келем ертең дейді маған дейді. Соң көзімнен жас кетті мен бірден. Енді қызығын қарасаңызшы, сол кезде неге дейсің ғой, неге жылап отыр десей мені. Мен түнгі сағат 3-те тұрып тахажжуд намазын оқыған тұғын. Мен түнгі сағат 3-те тұрып тахажжуд намазын оқыған тұғын. Құдай осы уақытысында осыны ақшаны қайтарайшы, мен намыс жаңағы ұятты болмайын ағамның алдында деп. Сол кезде сол оқыған айтқан сайын бір тамшы жас келеді көзіме. Оқыған айтқан сайын бір тамшы жас келеді көзіме. Ол анам сол кезде жылап жердім мен. Сөйтсем, неге жылайсың дейді да. Сөйтсе, мен КАМАЗ сатқаныма жылап тұрған жоқпын ғой өзі. Құдай мен ішінен естідім ба, сонда мен 3-те 4-те сағат, түнгі сағат тахажжуд намазын оқыдым Құдайдан тілеп. Мына жақта түс көріп жатыр да, Құдайдың құдіреті. Ол көзбен көргендей барлығын сипаттап берді. Құдайдың осы КАМАЗды мен түсімде көрдім. Сіздің қалаған жаңағы Audi S4 көлігі келіп тұр алдыма. Енді бұл жерде не айта кететін жайт? Мынау жас адам таза болса, Құдайды таныса, қазақтың мақалдарын бәрі бекер айтылмаған, жастың тілеуі қабыл болады деп. Мына қазіргі елдің де болашағы жақсы болу үшін жастар дұғада тілекте болуымыз керек негізінде. Және жүріс-тұрысымыз таза болу керек та. Таза адамның тілегі ғана қабыл болады. Уәдесінде тұратын, намазы бар, Құдайды танитын, еңбекқор адамның, жастың тілегі қабыл болады деген. Мен соған өмір бойы сол ұстаныммен жетелейді. Өмірім соңына дейін Құдайдың бар екен, Құдай әділдікке жақын екен мен әрқашан айтып өтемін.